Фильмді осылай стопқа басып, біз жаңағы айтылған осы фразаны өзімізге қойып аламыз, яғни тура сол жеріне, және осыны не айтқанын біз ең бірінші түсініп алуымыз керек, яғни не айтып жатыр, қандай диалог болып жатыр. Әрине бізге ол кезде словарь керек болады, словарьсыз біз бұларды аудара алмаймыз. Егер сіз мына сөзді білесіз, бірақ мына сөзді білмейтін болсаңыз, бұның қалай айтылғанына мән беру керек болады. Өйткені сіз иероглифті бірінші рет көріп тұрсыз. Сол үшін бұның жаңағы фильмде қалай айтылғанын білу үшін қайтадан артқа қоямыз дағыны. Қалай айтты? Чышы юанзі деп айтты. Юанзі деген егер пинин жаза алсақ, мына жерге жазамыз, сөйтіп тауып алсақ болады осы словардан. Немесе егер пинин дұрыс ести алмай жатсақ, юанзі деген сөз жаза алмай жатсақ пинин, онда біз мына иероглифті жазбаша түрде іздейміз. Ол үшін мына словарға кіреміз. Мынандай да, б, кірісі деген словар. Осы жерде мына жерде қаламның суреті бар. Осы қаламның суретіне басып иероглифті жазған кезде осы иероглиф шығады. Достар, сіздерге түсінікті болу үшін осы словарда көрсетейін. Мінекей мысалы да, б, кірісі деген словар, и мына жерде қаламның суреті бар. Осы қаламның суретіне басқан кезде мынандай поля шығады. И біз жаңалдегі мысалы пинин білмейтін иероглифті жазамыз. Егер жазылуын білмей жатсаңыз, қайттан артқа қойып көріп алсаңыз болады. Жазу реттілігін сақтамасаңыз еш нәрсе алмайды, ең бастысы жазсаңыз болды. Мінекей мына жерде шықты бұл иероглиф, жоқ, мінекей шықты, міне дәл осы иероглиф. Енді осыған басамыз. Сол кезде бізге осының пинені шығады, және мінекей аудармалар шығады. Барлық аудармасын қараудың керегі жоқ. Ең бірінші аудармаға қарай беріңіз, сол жерде ең негізгі мағыналары тұрады, көбінесе жиі кездесетін деген сияқты. Немесе қасындағы иероглифті былай іздейтін болсақ, осындай болып келіп тұрды. Бұл не иероглиф дейтін болса, мінекей шықты, неде басамыз. Бұл дзы болып оқылады екен. Одан кейін мына жерге дәл жаңағы көрген неміз жазамыз, юанзы болып айтылды. Юанзы. Мінекей мына жерде шығып тұр, мінекей сол иероглиф. Юанзы дегеніміз бұл двор деп қойыпты, және қайтадан жаңалдегі аудармамызға барамыз. Осылайша біз аударып алсақ болады. Бұл бірінші жолы, достар. Осындай словарь бар аударатын, және сонымен қатар мынандай джонга дейтін словарь бар. Осы жерде де мынандай қаламның суретін басып, дәл жаңалдегідей аударсаңыз болады. Достар, және мен бұның барлығын компьютерда істеп жатырмын. Телефоннан кішкене қиындау болады. Алдыңғы словарда, дабы кірісі деген словарда телефоннан қаламмен жазу қиындау. Джонга дегенде қаламмен жазуға болады, және бұл жерде мынандай пример, мысалдары да болады сол сөздің. Түсінікті деп ойлаймын, достар. Мінекей осылай аударасыз. Және бір айтып кететін нәрсе, осылай аударып жатқан кезде, мысалы сіз жеке-жеке аударып аласыз ғой, одан кейін жеке-жеке сөз ретінде қалдырып кетпеңіз сол күйінде, яғни сөйлем күйінде аударуға тырысыңыз. Мысалы мынау ч дегеніміз бұл деген сөзде, ш дегеніміз бұл жаңағыдей болу деген мағынаны білдіреді, тікелей түрдегі аудармасы. Және юанзы дегеніміз бұл жаңағыдегі бау-бақша немесе двор деп түсіндік, Сонда былайша айтқанда, бұл болу бау-бақша болса, бұл бау-бақша деген мағынаны білдіріп тұр, көбінесе мағынасы соған келіп тұр. Яғни осылай толыққанды сөйлем күйінде аударып кетіңіз. Жеке-жеке сөз ғана алып кетпеңіз, сонда түсініктірек болады. Арасында кейбір сөздер түсініксіз болып жатса, мына ш деген сөздің нақты аудармасын бере алмай жатсаңыз, еш нәрсе алмайды. Біз 80% шамамен мағынасын түсінсек те еш нәрсе етпейді. Одан кейін ары қарай келесілерін солай аударамыз, одан кейін мыналарды солай аударамыз. Мысалы, қалай қандай пинин екен білмейміз, иероглифті бірінші рет көріп тұрмыз. Қайттан фильмге қоямыз да басынан тыңдаймыз, сөйтіп осы жерден іздейміз. Немесе фильмде қалай айтылған түсінбей жатсақ, онда мына жерге жазып іздесек болады. Келесі мінекей біз түсініп алдық, не айтылған мына жерде. Чышы юанзы, чышы дя, чышы шафа, яғни бұл двор, бұл үй, бұл диван, бұл папа, бұл мама, бұл туту дейді. Бұл жердегі мына айтып тұрған туту деген нәрсе, бұл жаңа кішкентай баланың есімі. Келесі біз бірінші түсініп алғаннан кейін не айтылған, енді түсінгенімізді міндетті түрде қолмен қағазға жазуымыз керек. Телефонға емес, ноутбукқа емес, міндетті түрде қолмен жазу керек болады. Жазу арқылы біз оны одан да жақсы есімізде сақтайтын боламыз. Және де біз осылай үйренген сөздерімізді сөйлем күйінде сақтап аламыз. Жеке юанзы деп жазып сақтамаймыз. Міндетті түрде сөйлем күйінде жышы юанзы, жышы дя деп бір сөйлем қылып жазып шықсаңыз болды. Әрқайсысын жеке-жеке көбіректен жазудың қажеті жоқ. Түсініп алдық.
Енді үшінші этап бұл дәл айту немесе еліктеу деп түсінетін этап. Яғни бұл жаңағы айтылған осы сөздерді, осы біз жаңағы үйренген сөздерді қайталап айтуымыз керек. Егер бұны айтпайтын болсақ, онда пайда өте аз болады. Біз ұмытып қалуымыз мүмкін, оларды қолданып сөйлей алмауымыз мүмкін. Және дәл айту арқылы біз тондарды шығарсақ болады. Яғни қалай шығарамыз? 这是院子 деп айтты, мысалы. 这是院子. Енді мен бұл жерде сіздерге айтып беріп жатырмын. Сіз өзіңіз көріп жатқан кезде басқа фильмдарды, мультиктарды міндетті түрде артқа қойып тыңдайсыз, қалай айтқанын тыңдайсыз. 这是院子 деп айтты. Және дәл солай қайталаймыз. 这是院子 деп айтпаймыз, е? 这是院子. 这是院子. Яғни автор қалай айтты, қандай жест қолданды, қандай мимика қолданды, қалай айтты, соның барлығын дәл қайталауға тырысыңыз. Сол кезде сіздің тоныңыз өте жақсы қалыптасатын болады. Сіз өзіңізде байқамайсыз, дәл осылай жаттығу істеу арқылы бір күні сіздің тоныңызды қытайлардыкінен ажырата алмайтындай дәрежеге жеткізуге болады. Достар, бұл шынымен жұмыс істейтін техника. Мен өзім осындай методпен тонды шығарған болатынмын. Сол үшін сіздердің де қолдарыңыздан келетініне мен ешқандай күмәнім жоқ. Әр сөзді осылай шығарамыз. 这是院子, 这是家 деді. 这是家, 这是沙发, 这是沙发, 这是爸爸, 这是妈妈, 这是图图 деді. 这是图图. Екінші тонда тұр. 这是图图. Яғни мультикте дәл қалай айтылды, солай айта беріңіз, еш нәрсе етпейді. Осылай айтып болғаннан кейін енді бірінші реттен бірден дұрыс айта алмауыңыз мүмкін. Сол үшін бір 7-8 рет айту керек болуы мүмкін. Дәл осылай шығару үшін бұл уақыт алатын процесс, бұл кішкене ішті пыстырарлық процесс. Бірақ бұл, достар, өзінің жемісін беретін өте пайдалы тәсіл деп айтсақ болады. Кино көру арқылы осыны дәл қайталап айту деген. Біз 3 этапты да істедік, түсіндік, оны жаздық және оны дәл қайталап айттық. Дәл қайталап айту бұл тондарды шығаруға көмектесетін нәрсе дедік, е? Енді кішігірім қорытындылайтын болсам, алдағы сабақтарда осы фильм бойынша міндетті түрде былай сөздері жеке берілетін болады. Түсінікті болу үшін мен арасында тез айтып кеткен жерлерім болып жатса, егер сөздер беріледі, және осы жерде екі ескеретін нәрсе, бұл фильм сөздерді жеке былай жазбаймыз. Дәптерге мысалы юанзы дегеніміз бұл двор, тя дегеніміз бұл үй, шафа дегеніміз бұл диван деген сияқты жеке жазудың керек жоқ. Міндетті түрде сөйлеммен бір-бір жазып алсаңыз болды. Мысалы, 这是院子, 这是家, 这是шафа деп сөйлем күйінде ғана жазып алсаңыз болды. Және айтқан кезде де міндетті түрде 这是院子, 这是家, 这是шафа деп сөйлеммен айтыңыз. Жеке сөз түрінде емес. Өйткені біз осылай сөйлеммен, мысалмен жаттаған кезде жақсы жаттаймыз, а жеке сөз болған кезде бұлардың қолдана алмауымыз мүмкін. Мінекей түсіндік, жаздық және міндетті түрде қайталап айттық. Әр фильм көрген кезде осы правиланы қолдансақ, біз міндетті түрде фильм көруден өте үлкен пайда алатын боламыз. Қытай тіліміз тез дамитын болады. Және алдағы отрывоктарды, фильмнан келген үзінділерді дәл осы техникамен жасайтын боламыз. Енді ары қарай көріңіз келесі отрывоктарды қалай аударып, қалай түсінетінімізді.